Сіз әрдайым тұрақты түрде стресста жүресіз. Постоянно бір busy болып жүресіз. Қолыңыз істемейді, әрдайым бір шаруалар қарбалас болып жүресіз. Хотя сізде ондай шаруа толып жатқан жоқ, бірақ сондай сезімде жүресіз. Екіншіден, сіз демала алмайсыз. Демалған кезде өзіңізді кінәлі сезінесіз. Еш нәрсе жасамай, баяулай алмайсыз. Үшіншіден, сіздің ішіңізде бір тыныштық жоқ, peace жоқ, әрдайым бір нәрсені ойлап тұрасыз. Бір мәселе болса, соны ойлап кетесіз. Әртүрлі миыңызда сценарийларды құрастырып кетесіз дегендей. Және егер досыңыз сізбен дұрыс сөйлеспей қалса, біреудің бетіндегі түр әлпетінде дұрыс емес выражение лица көріп қалсаңыз, сіз оны ары қарай ойлап кетіп, уайымдап кетесіз. Деген сияқты осылай кете береді. Өзіңізді таптыңыз ба осы адамдардың ішінен? Бұл неге? Себебі біздің жүйке жүйеміз қатты шаршаған, жүйке жүйеміз overstimulated дейді ғой, overloaded дейді, яғни ақпараттарға толы, сондай тұрақты түрде әрдайым high alert дейді ғой, сигнал іздеп тұратын, әрдайым жұмыс жасап тұратын халде. Жүйке жүйеміз дегеніміз не? Бірінші жүйке жүйеміз дегеніміз біздің денемізде, миымызда, жолында және барлық дене мүшелерімізге апаратын жүйкелердің жүйесі, оны жүйке жүйесі деп айтады. Ол жүйке жүйеміздің мақсаты неде, оның қызметі неде? Оның қызметі бізді тірі сақтау, бізді қауіпті нәрселерден қорғап қалу. Оның басты қызметі осы. Ол жүйке жүйеміз, ол бізге өте керек нәрсе. Біз соның арқасында біз тіріміз, соның арқасында қаншама қауіпті нәрселерден қашып шыққанбыз. Ол бізді қауіпті нәрселерден сақтап қалады. Бірақ бізде мынадай бір мәселе бар. Ол жүйке жүйесін біз белсенді түрде 24/7 қосып қояды екенбіз. Мысалы, сіз орманда кетіп бара жатсаңыз, арыстан шықса, алдыңыздан сіз арыстан шыққан кезде не істейсіз? Опасность, қауіп деген сигнал жіберіледі, сіз қаш немесе қатып қал деген режимға түсесіз, немесе төбелес деген. Сонда сіз қашасыз бірден, автоматты түрде, немесе қатып қаласыз, ондай қауіпті режимға түскен кезде бізде не болады? Денемізде жүйке жүйесі белсенді түрде қосылады. Sympathetic nervous system деген жүйке жүйеміз қосылады да, кортизолымыз, адреналиніміз барлығы деңгейі көтеріледі, біздің дене жүрегіміз тез-тез соғып бастайды, тынысымыз тарылады. Яғни біз сондай режимға түсеміз. Ол режимға түскен кезде адам кәдімгідей күшті болып кетеді, біздің кейбір аналар машинаны көтеріп жүреді деген сияқты, сондай бір супер пауэр сізде қуат пайда болады, бірақ ол қаншама энергияны талап ететін нәрсе. Ол бірнеше секундқа созылатын момент, біз сол моментте көптеген энергиямызды қолданамыз. Сіз ойлаңыз, сіз сол жүйке жүйеңізді белсенді түрде, сол режимда 24/7 өмір сүріп келе жатырсыз. Енді ойлап қараңыз, ол қаншама энергияны талап етеді. Сіздің энергияңыздың барлығы сонда кетіп бара жатыр. Сіз өмірді қауіпті деп қабылдайсыз. Қауіп, арыстан деп тұрақты түрде сөйтіп ойлап жүресіз. Бірақ ешқандай арыстан жоқ, біздің қазіргі заманымыздың арыстандары бар. Ол дегеніміз біздің балалық шағымызда болған бір травма болуы мүмкін, және адамдармен қарым-қатынастарымыз, жұмыстағы қарым-қатынастар, телефондағы нәрселер, барлық нәрселер бізді триггер етеді. Біз әрдайым опасность, қауіп деген осындай режимде жүреді екенбіз. Айта кеткендей, сізде баяғыда өміріңізде бір нәрсе болған, көбінесе балалық шағыңызда, бір жағдай болған, бір ситуация болған, сол кезде сіздің жүйке жүйеңіз қосылып, сізге бұл әрекетіңіз көмектескен. Яғни сол қауіпті нәрседен қашуға көмектескен. Мысалы, ата-анаңыз ұрсатын болған кезде, сіз қателік жіберген кезде айғайлап сөйтетін болса, сіз ол кезде мүмкін қатып қалу, мүмкін үндемей қалу деген сіздің жауаптарыңыз, сондай реакцияларыңыз сізді ары қарай ұрыстың өршуінен сізді қорғап қалған болар. Сіздің реакцияңыз сондай болды. Енді сіз ересек болып, сол реакцияңызды өзіңізбен тасып жүрсіз. Яғни бір кішкентай бір сондай эмоционалды, сондай бір толқындарды тиісіп қалсаңыз басқа адамдармен, сізде бірден автоматты түрде жаңағы реакцияңыз қосылуы мүмкін. Қатып қалу деген сияқты, жабылып қалу деген сияқты, Сонда, сізге бір рет көмектесті жүйке жүйеңіз қауіптен қашуға, бірақ
Ол дегеніміз сіз ұзақ уақытқа қолданып келе жатырсыз да, оны хронический дейді ғой, тұрақты түрде ұзақ уақыт қолданып келе жатырсыз. Ал ол дегеніміз ол шындық емес. Яғни сіздің миыңыз білмейді ненің шындық екенін, ненің өтірік екенін, жалған екенін білмейді. Бірақ біз жаңағыдай арыстанда айтқандай, арыстан бар сияқты ойлаймыз, сөйтіп қорқамыз және жаңағы режимімізді қосамыз. Сол сияқты жаңағы ата-анаңыз сіздің қателік жібергеніңіз үшін айғайлайды, ұрсады деген сондай қауіпті сезініп тұрасыз, бірақ сіз қазір ата-анаңызбен тұрмайсыз деген сияқты. Сіз басқа қарым-қатынастарға осы ойлауыңызды, осы реакцияларыңызды алып барасыз, яғни триггерить етеді. Ал егер сіз өмір қауіпті дегенге сеніп жүретін адам болсаңыз, онда сіз мынадай бір кругқа, бір циклға кіріп кетеді екенсіз. Сіз стресста жүресіз, одан кейін стресста жүргеннен кейін сіз көбірек әрекет етесіз, көбірек кнопкаларыңызды басасыз, қаттырақ тырысасыз, одан кейін сіз одан сайын стресс сезімде боласыз, одан кейін сізде реакциялар пайда болады, яғни сіз еш нәрсеге шыдамайсыз, барлығы нервіңізге тиеді, айғайлайсыз, атыласыз деген сияқты. Одан кейін сіз өзіңізді кінәлі сезінесіз, сондай адам болғаныңыз үшін қайтадан қаттырақ тырысатын боласыз, одан кейін қайтадан стрессқа түсесіз. Осылай постоянно тұрақты түрде осы циклда айналып жүре бересіз. Бұл дегеніміз сіздің денсаулығыңызға барлық нәрсеге зиян келтіреді. Ең бірінші нәрсе, біз түсініп алуымыз керек нәрсе, ол сіздің өміріңізде, сіз егер үйренсеңіз жүйке жүйеңізді қалай тыныштандыру керек екенін, осы неге осылай сезінетініңізді түсінетін болсаңыз, сіздің өміріңізден проблемалар жоқ болып кетпейді. Проблемалар әрдайым болады, стресс әрдайым болады, дискомфорт әрдайым болады. Сіз оның барлығын сезінесіз, бірақ ол стресс, дискомфорт дегеніміз қауіп дегенді білдірмейді дегенді түсінетін боласыз. Яғни стресс, дискомфорт тең қауіп дегенді біз бөлеміз. Екеуі екі бөлек нәрсе. Сонда сіз егер осы нәрсені үйреніп алсаңыз, сіз стресс пен дискомфортты көтере алатын боласыз. Сразу автоматты түрде выживание режиміне түсіп, өзіңіздің баяғы реакцияларыңызды жібермейсіз. Бұл дегеніміз әр адамның жағдайы әртүрлі. Егер сіз өмір бойы қаншама жауапкершілікті арқалап келген адам болсаңыз, немесе бір эмоционалды бір травма болған болса сізде, немесе эмоционалды андай болады ғой, непредсказуемость дейді ғой, сіз білмейсіз адам қашан атылып кететінін, сондай жағдайда өмір сүрген адам болсаңыз, осындай жағдайлар болған болса, онда сіздің жүйке жүйеңіз не деп үйренеді? Өмір қауіпті деп үйренеді. Ешкімге сенуге болмайды. Қауіп дегенге соған үйренген. Сонда бұнда не болады? Сіз өмірге сенбейсіз. Яғни өмір сізге қауіпті нәрсе көрінеді. Яғни trust дейді ғой. Сенбейсіз өмірге, сенім артпайсыз. Және әрдайым бір андай сенімсіздікпен қарайсыз өмірге. Мысалы, мына адам онша емес сияқты. Но по-любому лақтырып кетеді. Өзіңіздің сондай өмірдің қауіпті екенін және сенім артуға болмайтын сондай өзіңіздің қабылдауыңызды өміріңізге алып келесіз. И тұрақты түрде сөйтіп ойлап жүресіз. Ал бұл постоянно осындай стресстан, выживание режимінен шығу үшін ол сізге тек тыныс алып, медитация жасап деген сияқты, ондай нәрселерді аяғыңызды жоғары көтеріп деген сияқты, ондай нәрселерді істеу жеткіліксіз. Егер түпкі тамырын сіз түсінбесеңіз, егер сіз түпкі тамыры сол өмірге сенім артпайтын болсаңыз, адамдарға сенім артпайтын болсаңыз, өзіңізді қауіпсіздіктемін дегенге сендірмейтін болсаңыз, онда қанша сіз тыныс алу жаттығуларын жасаңыз, қанша медитация жасаңыз, сіз әрдайым осындай псих болып жүресіз. Оған мынадай мысал айтуға болады. Мысалы, қайықты елестетіңіз, суда қайық кетіп бара жатыр. Ол қайықта бір тесік бар. Сіз қайықсыз, мысалы сіз қайықтасыз. Қайығыңызда бір тесік пайда болды. Сіз не істейсіз? Жаңағыдай тыныс алу жаттығулары, медитация деген сияқты, йога деген сияқты нәрселерді істейсіз. Сосын шелекпен суды шығарып тастайсыз. Қайықтың ішіне су кіреді ғой тесіктен. Сіз шелектен суды шығарып тастайсыз. Ол постоянно қаншама энергияңыз кетеді сол шелекпен суды шығаруда. Одан кейін ол не істейді? Сіз шелекпен егер суды шығармасаңыз, тіпті шығарып жатсаңыз да, ол параллельно ол қайық бәрібір батып жатады. Бәрібір суға батып жатады. Ол суға батпасы үшін не істеу керек? Ол тесікті бітеу керек. Сол тесік не? Ол өмірге деген сенім арту. Өзіңізді қауіпсіздіктемін дегенге сендіру. Поливагалды теорияны ойлап шығарған Стивен Порджес деген ғалым, оның айтуы бойынша біздің жүйке жүйеміз
сыртқы қауіпті нәрселерге, стрессқа вагус жүйкесі арқылы қалай жауап беретінін, қалай реакция беретінін зерттеген. Оның айтуы бойынша біздің сол жүйке жүйеміз әрдайым сканер болып жүреді, иә. Киноларда бар ғой, андай очки киіп аласыз, түнгі зрениемен очки киесіз да, сосын андай термо бір нәрсе көріп тұрады ғой. Сол сияқты сіз постоянно бір көзілдірікпен жүремін деп ойлаңыз. И әрдайым сіздің сол жүйке жүйеңіз сканинг жасайды, иә. Қауіпті нәрселерді, қауіптің бір белгілерін іздеп тұрады, сізді сақтап қалу үшін. Иә, сонда ол кез келген нәрсені қабылдайды. Ол сіздің ортаңыздағы бір қауіптің белгілерін қарайды, немесе адамның даусына да мән береді, интонациясына мән береді, адамның түріндегі выражение лица өзгергеніне, барлығына мән береді да, ол сіздің жүйке жүйеңізді қосады. Иә, яғни жаңағыдай survival, қауіпті нәрсе болып жатыр деген режимға қосады. Ал сіздің денеңіз қауіпті сезген кезде, ол жаңағы қаш немесе төбелес деген режимға қосылады. Ал ол сезім, ол режим біздің денсаулығымызға зиянын келтіреді. Жүйке жүйесі дұрыс жасайтын адам, ол ешқашан уайымдамайды, ешқашан стрессқа түспейді деген сөз емес. Жүйке жүйесі дұрыс жасайтын адам, ол стресстан кейін өзінің қалпына, спокойны қалпына бірден келе алатын адам, яғни алмаса алатын адам. Ал егер сіздің жүйке жүйеңіз бұзылған адам болсаңыз, онда сіз стресс болған кезде сіз одан шыға алмайсыз, сіздің өзіңіздің қалыпты жағдайыңызға келе алмайсыз, әрдайым стресста жүре бересіз. Бір проблеманы шешу үшін біз оны интеллектуалды деңгейде ғана түсініп қойғанымыз жеткіліксіз. Мысалы, мен сізге қазір айтып отырмын, неге жүйке жүйесі деген осындай, олай болмау керек, сіз выживание режимінен шығу керексіз, бүйту керексіз, сөйту керексіз. Сіз дұрыс айтады деп отырсыз, иә, интеллектуалды сіз түсініп отырсыз. Бірақ ол жеткіліксіз. Ол сізге ешқандай пайда әкелмейді, сізді өзгертпейді ешқандай. Сіз оны өзіңіздің өміріңізге, ағзаңызға енгізу үшін, миыңызға сол нәрсені жазу үшін, программаны, бағдарламаны өзгерту үшін, сіз оны сезіну керексіз. Experience it. Иә, сіз сол сезімдерді, сол сенімдерді сезіну арқылы, соған шынайы сену арқылы ғана сіз өзгересіз. Иә, ол дегеніміз, қазір өзіңіздің өміріңізге сұрақ қойыңыз. Өмірімнің қай сферасында менде мынадай сенімдер бар? Мысалы, егер мен өзімнің шынайы эмоцияларын көрсетсем, адамдар мені тастап кетеді. Ақша, ол әрдайым жеткіліксіз. Мен әрдайым қан мен термен ақша табуым керек. Мен егер жоқ деп айтсам, адамдар мені сыйламай қояды. Адамдар мені эгоист деп ойлайды. Егер менің жолдасыммен бір конфликт болса, ол біз ажырасамыз деген сөз. Деген сияқты осындай әртүрлі сенімдер бар. Сол қандай сенімдер бар менде деп ойланып қараңыз. Сіз оны қазір бірден ойлай алмайсыз. Сіз осы видеодан кейін күнделік алып, қағаз алып, қаламмен сол сұрақтарға жауап беріңіз. Өзіңіздің сондай негативті сенімдеріңізді, андай паникер сенімдеріңіз бар ғой, сол сенімдеріңізді жазыңыз. Ол неге ондай? Connection, байланыс жасаңыз. Неге ондай? Ең бірінші рет ол сенімді мен қашан ойлағанмын? Ең бірінші рет мен оны қашан сезінгенмін? Неге мен бұл нәрсеге сенемін? Неге мен бұл нәрсені өзіме айтамын деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен өзімнің мысалмен бөлісетін болсам, мен демала алмайтын адаммын. Отыра алмайтын адаммын. Отырсам да өзімді кінәлі сезінемін. Жалқаусың сен, еш нәрсе істемей отырсың деген сияқты. Продуктивті өткізуге болар еді бұл нәрсені деген сияқты. Сен еш нәрсе бітірген жоқсың, сен демала алмайсың, сен оған ты не заслужила деген сияқты. Сондай бір ойлар кетеді. Содан мен өзімді кінәлі сезінемін. Неге олай деп ойланып отырсам, ол мен балалық шағымнан алады екен, мектеп кезінен алады екен. Ол тек сіздің ата-анаңызда ғана болмайды травмалар, сіздің мұғаліміңізден, класстастарыңыздан, сіздің бала кезіңізде ортаңызда болған адамдардың барлығын сізге әсер тиген негізі. Сонда менің мұғалімім, бастауыш сыныбымда мұғалімім өте қатал болды. Ол ұрсатын болды. Бір қателік жіберсең ұрсатын болды. Яғни сондай қатал, постоянно тұрақты түрде сондай стресста, кішкентай баламын, бірақ сондай стресста жүргендіктен мен постоянно бір нәрсе істеуім керек. Уақытымды, бір секундымды бостан босқа өткізбеуім керек. Мен демала алмаймын.
Демалсам мен жалқаумын дегенді білдіреді. Деген сияқты сондай сенім пайда болған менде. Иә. Енді мен сөйтіп ойлап отырсам, осыдан алады екен ғой. Түпкі тамыры осы жерден келіп тұрған екен ғой деген сондай connection пайда болды, иә, менде. Енді сіз не істейсіз? Жақсы, сенімдеріңізбен connection таптыңыз. Енді сіз қандай әрекеттер жасай аласыз? Сіз оны сезіну керексіз, иә? Мен просто айтып қойсам, ол баяғыда осындай болған, сол үшін мен осылай ойлаймын деген. Иә, жақсы, білесіз, жақсы. Ал енді сіз оны біліп қана қоймайсыз, оны өзгерту керексіз ғой. Иә? Ол мысалы сіз оны сезіну үшін сіз бір қадамдар жасау керексіз. Сіз сол сенімдерге челлендж жасайтын, сол сенімдерге қарсы шығатын, андай жоқ олай емес дегенді дәлелдейтін сондай бір әрекеттер жасау керексіз. Сондай бір жағдайларға өзіңіз салу керексіз. Кішкентай қадамдармен бастайсыз. Қауіпсіз орталардан бастайсыз. Бірден бір күйеуіңізбен көтере алмай жүрген бір теманы алып келіп көтеріп жүрмеңіз, бір үлкен громадный теманы. Жоқ, сіз өзіңізге керісінше мұнда зияныңыз келтіресіз. Мұнда тыңдаңыз, мұқият тыңдаңыз, кішкентай нәрселерден бастайсыз. Ол дегеніміз, мысалы, мен отыра алмайтын адам ғой. Мысалы, мен 10 минут отырамын. Телефонсыз, еш нәрсесіз, шай ішпеймін, дым істемеймін, 10 минут жай ғана отырамын. Өзімнің ойларымен жай ғана отырамын. Менде дискомфорт болады. Не істеп отырсың сен? Ерге өтсін ба? Тұр. Нан істе, ыдыс жу, деп айтуым мүмкін. Бірақ мен сол дискомфортқа шыдап, ары қарай отырамын. Мұнда сіз сол қадамдарды жасаған кезде сізде мынадай нәрсе болу керек. Дискомфорт, бірақ сіз оны көтере аласыз. Көтере алатын дискомфорт болу керек. Ал егер сіз андай сол жақсы челлендж жасайтын бір сеніміңізге челлендж жасайтын нәрсені істеп жатырсыз, бірақ сіздің жүрегіңіз соғып андай уайымдап, стрессқа түсе жатсаңыз, сіз қатты кетіп қалдыңыз деген сөз. Бір үлкен шаг жасап жүрдіңіз, қатты үлкен қадам жасап жүрдіңіз, секіріп кеттіңіз деген сөз. Біз не істейміз? Кішкентай қадамдармен жүреміз. Сондықтан сіз дискомфорт сезінесіз, бірақ сіз көтере алатын дискомфорт болу керек. Сөйтіп жай-жайдан сіз жүйке жеңіңізді созасыз. Ал егер сіз үлкен нәрсені, біз тез результаттарды күтеміз ғой қазір. Мен осы Аяжан айтқан нәрсесін істеп көріп едім, что-то болмай қалды, шықпады, ешқандай нәтижесін берген жоқ деп айтуыңыз мүмкін да. Бірақ ол не, сіз бірден бір түнде өзгеріп кетпейді ғой барлығы. Сіз секіре алмайсыз, сөйтіп үлкен прыжок жасай алмайсыз. Сіз керісінше сондай үлкен нәрсені жасау арқылы сіз өзіңізді дискомфортқа саласыз. Ол негативті эмоциялар сезінетін боласыз да. Ол негативті эмоциялар одан сайын сіздің реакцияларыңызды, одан сайын сіздің сенімдеріңізді прям тамырымен қайтадан отырғызып тастайтын болады. Мұнда бір айырмашылық, сіз өзіңізді жеңіл сезіну керексіз. Махаббатпен, gentle дейді ғой, жұмсақ істеңіз бәрін. Жай-жайдан істеңіз. Егер сіз үлкен нәрсені бірден істейтін болсаңыз, онда сіз жүйке жеңіңізді үзіп жүресіз, жыртып жүресіз. Біз оны үзбеу керекпіз, жыртпау керекпіз. Біз оны жай ғана созамыз. Ол дегеніміз, адамдар мысалы жаттығу жасауға барады, мысалы шпагатқа отырған кезде, үйренген кезде, не істейді адамдар? Bir түнде өзгеріп кетпейді, бір түнде шпагатқа отыра салмайды. Олар күнделікті, тұрақты түрде, consistency, тұрақты түрде. Осы сөз, highlight, тұрақты түрде ол жаттығуды жасайды. Жай-жайдан жасайды. Содан бір айдан кейін, 2-3 айдан кейін, 1 жылдан кейін бір өзгеріс сезіледі. Яғни ол жерге кішкене жақындай түседі. Деген сияқты бұл тұрақты түрде істейтін нәрселер. Сіз тұрақты түрде жай-жайдан істеу арқылы, бір әрекеттер жасау арқылы сіз сеніміңізді өзгертесіз. Мысалы, сіз жоқ деп айта алмайтын адам болсаңыз, досыңызға айтасыз. Мына бір неге барайық, суши жейік бүгін дейді сізге. Сіз айтасыз, жоқ, негізі мен бүгін турецкий тамақ жегім келіп тұр. Суши жегім келіп тұрған жоқ дейсіз. Кішкентай нәрсе, сөйтіп бастайсыз. Немесе жаңағыдай мен сияқты 10 минут демаласыз. Немесе күйеуіңізбен бір нәрсемен сөйлесіп жатқан кезде өзіңіздің келіспейтініңізді айтасыз. Негізі мен сенімен келіспеймін. Негізі бұлай болған жақсырақ сияқты деген сияқты өзіңізге қауіпсіз сенетін адамдарыңыздан бастайсыз. Мысалы, дүкенге барған кезде, жоқ, маған квитанция керек емес. Сондай жай-жайдан бастайсыз бәрін. Бұндағы ключевой момент ол сіз өзіңізді қауіпсіз сезіну керексіз. Жаңағы сеніміңіз бар ғой, мен эмоциямды көрсетсем, адамдар менен қашып кетеді, адамдар мені тыстап кетеді деген, мысалы. Сіз
сол нәрсені істейсіз, бір кішкентай сол сеніміңізге қарсы шығатын бір жағдайға өзіңізді қоясыз, жаңағыдай челлендж жасайтын нәрсені істейсіз. Сіз өзіңізді қолайлы сезінесіз, қауіпсіз сезінесіз. Сіз сол сеніміңізге қарсы нәрсені жасаған кезде және өзіңізді қауіпсіз сезінген кезде, ол сезіну. Еш нәрсе болған жоқ. Мен эмоциямды көрсеттім, ешкім менен қашып кеткен жоқ деген сияқты. Сонда сіз жаңа сенімдер пайда болады. Мынау нәрсе өтірік екен ғой деген сияқты. Еш нәрсе болмайды екен ғой дегендей. Ал біздің жеке жеміміз не деп ойлайды? Біз өліп қаламыз деп ойлайды. Қауіп, арыстан жеп қояды сені деп сөйтіп ойлайды. Сіз арыстан жеген жоқсыз, өлген жоқсыз. Сонда сіз сенімдеріңізге челлендж жасайтын нәрсе істеген кезде сіз жұмсақ болу керексіз. Және осындай дискомфортты қатты сезінген кездерде сіз өзіңізді успокаивать ету керексіз. Демалып тыныс алсаңыз болады, қолыңызды кеудеңізге қойып, өзіңіздің кішкентай ішкі балаңызбен сөйлессеңіз болады. Оны тыныштандырасыз. Себебі бұл көбінесе 90% жағдай балалық шағымызда болған бір нәрсе. Біз сол нәрсемен келе жатырмыз. И сол сіз қорқып қалған, шошып қалған кішкентай кезіңізді успокаивать етесіз. Сіз айтасыз, біз қауіпсіздіктеміз, ештеңе етпейді. Ол адам маған жазбады, бірақ ол мен туралы еш нәрсе айтпайды. Біздің қауіпсіздігімізге ешқандай қаупін тудырмайды. Сен қауіпсіздіктесің деп өз-өзіңізбен сөйлесіз. Ішкі диалог, ішкі монолог жүру керек. Және мына нәрсені түсініп алыңыз. Сіз бұл нәрсені заставлять етпеу керексіз. Сіз бұл нәрсені басып істемеу керексіз. Яғни мен өзгеруім керек, мен негативті ойлайды екенмін, мен выживание режимінде жүреді екенмін, мен осылай позитивті ойлап бастауым керек деп андай болады ғой, қинап үйтіп істемеңіз. Жұмсақ болу керек бәрі. Шынайы болу керек. Шынайы сезіну керексіз. Шынайы өзіңізді қауіпсіздікте сезіну керексіз. Сол кезде ғана өзгерістер болады. Сіз негативті эмоциялар сезіну арқылы, керісінше сіз бұны одан сайын қатайтып тастайсыз. Бірақ жұмсақтық арқылы, жай махаббатпен, түсіністікпен жасау арқылы әрекеттерді сіз бұл сенімдерден арылатын боласыз. Жайдан өзіңізге шипаңызды тигізетін боласыз. Енді жүйке жемімізді қалай тыныштандырамыз? Біз жаңағыдай айтқандай еш нәрсені заставлять етпейміз. Керісінше біз тұрақты түрде өзімізге қауіпсіздік сигналдарын беріп тұруымыз керек денемізге. Қауіпсіздіктемін деген. Біріншіден, ол тыныс алу. Сіз тыныс алуыңызға мән беру керексіз. Егер сондай бір стресс, сондай бір реакцияңызға қайтадан түсіп жатсаңыз, кідіріңіз және демалыңыз. Тыныс алыңыз. 4-6 секундқа дейін созып демалыңыз. Екінші нәрсе, ол осы шаққа қайтып келу. Біз не істейміз? Біз ол выживание режимына түскен кезде біз келешек туралы ойлап кетуіміз мүмкін, немесе өткен шақ туралы ойлап кетуіміз мүмкін. Осы шақта болмаймыз. Сіз өзіңізді осы шаққа қайтып алып келіңіз. Оны былай істесеңіз болады. Барасыз да, дәрет алады ғой адамдар. Дәрет алсаңыз болады, немесе суды ағызып, қолыңызды сонда енгізіңіз. Қолыңызды судың астына қойған кезде сіз бүкіл фокусыңыздың барлығы қолыңыздағы су тиіп жатқан суға кетеді. Соны сезініңіз, судың қолыңыздан ағып жатқанын барлығын сезініңіз. Ол сізді осы шаққа алып келеді. Тағы осы шаққа келудің тағы бір нәрсесі, ол мысалы сізде панический атаки болса, тоже осы нәрсені істесеңіз болады. 5 сезім мүшеңізді қосыңыз. Бірінші, 5 не нәрсені көре аламын. Бөлмедегі 5 түрлі нәрсені көріңіз. Одан кейін 4 түрлі нәрсе не ести аламын. 4 түрлі әртүрлі дыбысқа мән беріңіз. Одан кейін 3 түрлі нәрсе, 3 түрлі не нәрсені ұстай аламын деген сияқты. Одан кейін 2 түрлі нәрсе, 2 не нәрсенің иісін сезіне аламын. Және бір не нәрсенің дәмін сезіне аламын деген осы нәрселер істесеңіз, сіз бүкіл сезім мүшелеріңізді осы шаққа алып келесіз. Осы шаққа келген кезде, жаңағы сіздің реакцияларыңыздың барлығы басылады. Күнде біз андай асығып жүрген сияқты нәрсе істейміз. Мысалы, кір жуу машинасынан киімдер шығарып жатқан кезде тез істеп жатуыңыз мүмкін. Мысалы, пиязды турап жатсаңыз, тамақ пісіруге тез турап жатуыңыз мүмкін. Деген сияқты. Қолыңызды жуған кезде тез қолыңызды жууыңыз мүмкін деген сияқты. Тісіңізді жуған кезде тез жууыңыз мүмкін. Бірақ неге асығып тұрсыз? Неге? Егер сіз тісіңізді жай жусаңыз, ақырын жусаңыз, еш нәрсе болмайды.
егер сіз кір жуу машинасынан киімдерді жай ақырын шығарсаңыз ешнәрсе болмайды. А біз тез қозғалу арқылы, барлығын тез істеу арқылы біз не дейміз? Өзіміздің денемізге, жүйке-жемімізге не дейміз? Қауіп, барлығы тез істеу керек. Артынан біреу қуып келе жатыр деген сияқты. Сондай сигнал береміз да, ол бізді әрине қайтадан қаш немесе қатып қал деген режимге қайтадан алып келеді. Сондықтан баяулаңыз. Сіз баяуласаңыз еш нәрсе болмайды. Әр адамның жағдайы әртүрлі ғой, бірақ егер сіз бір токсик ортада өмір сүріп жатсаңыз, бір шынымен де қауіпті жерде жүрген болсаңыз, шынымен де қауіпті ортада, қауіпті адамдардың арасында жүрген болсаңыз, сіз мына жаттығуларды жазаңыз, сеніміңіз, дауыстарыңыз, оның барлығы выживание режимінен шыға алмайсыз сіз. Себебі шынымен де сіз выживать етіп жүрсіз. Шынымен де сіздің жүйке жеңіз өзінің қызметін жасап жатыр. Сондықтан ойлаңыз. Мүмкін бұл адамдармен сөйлесуді қою керек шығар. Мүмкін көшу керек шығар. Мүмкін кету керек шығар деген сияқты. Яғни өзіңізді қауіпті ортадан шығару керексіз. Сондықтан құлақ салыңыз, талдау жасаңыз, кәдімгідей ойланып қараңыз. Бұл ұзақ видео болды, бірақ егер осыны шынымен түсініп, шынымен сол ой жіберіп, сонымен ойланып, шынымен де әрекеттер жасайтын болсаңыз, сізге тек пайдасы ғана тиеді бұл нәрселердің. Жаны тыныш адам ол барлығына жеңіл қарайтын болады. Жаны тыныш адам болса, барлығы да тыныш болады. Сондықтан өзіңіздің жаныңызды тыныштандырыңыз. Бұл видеоның спонсоры сәлем деген сөз, арабша. Peace, бейбітшілік, жайлылық, тыныштық. Осы Аллах тағала осы деңгейге бізді жеткізсін. Сіздерге ойдағыдай бұл видео пайдалы болды деп ойлаймын. Жазылмаған болсаңыздар жазылып қойыңыздар. Пікірге жазып кетіңіздер өзіңіздің ойыңызды. Маған да бұл қызық. Себебі біз бір-бірімізден үйренеміз. Сізге бұл видео, мына бір видео ұнайды деп ойлаймын. YouTube ойлайды, осы барлық адамдарға пайдалы деп. Көп адам осыны қарады. Сіз де қарап кетіңіз. Жақсы, келесі видеода кездескенше. Бай-бай.